Сіз тарихтағы күлкі эпидемиясы хақында естігенсіз бе? 1962 жылы Танзанияның Кашаш ауылында мектепте сабақ уақытында 3 қыз себепсіз күле бастайды. Бұл күлкі басқаларға да жұғып, қысқа уақыт ішінде бүткіл ауылға шамаменен 1000 адамға тарқалады. Олардың көпшілігін жас хаялар һәм қызлар құраған. Адамдар қадағалаусыз, тоқтаусыз күліп, айырымлары хәттекі есінен танып қалғанша дауам еткен. Бұл хадисе күлкі эпидемиясы деп аталады һәм шамаменен 3 ямаса 6 ай дауам еткен. Бұл күлкі эпидемиясы тикарында бүткілі күлкілі емес еді. Көптеген адамлар стресс, тәшвиш һәм психологиялық басым астында болып, бұл жағдай олардың физикалық һәм рухи саламатлығына ұнамсыз тәсір көрсеткен. Эпидемияның анық себебі әзірше толық анықланбаған, бірақ ол социалдық һәм психологиялық факторлар менен байланыслы деп есептелінеді. Соның үшін бұл уақия әпуайы күлкі емес, ал стресс һәм психологиялық басым нәтижесінде жүзеге келген ауыр психоген жағдай сипатында қаралады. Сіз бұл мағлұматларды алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.